Дорама Карма. Криминалды триллер жанрындағы жаңа дорама. Барлығы өсімқордан қарыз ақша алған еркектен басталады. Ол бір айдың ішінде үлкен соманы қайтару керек. Ал егер қайтармаса, оның бүкіл ағзалары, бүкіл организмі сатылады. Сондықтан да ол енді қалай болмасын өзін аман алып қалу керек. Сол кезде ол өте қауіпті адамға жолығады, көмек сұрайды. Дегенмен де бұл кейіпкердің өзі өте бір нетау адам. Оны дораманы көргендер түсінеді деп ойлаймын. Сонымен осы қауіпті адамға жолыққанмен де өзге адамдардың да осы қауіпті адаммен бір байланысы, кездейсоқ байланысы белгілі болады. Оның арасында бір өте психопат та бар. Сондықтан да дораманың соңына дейін не болып жатқанын, немен бітетінін түсінбейсің. Сондықтан да қызық дорама. Көріңіздер, осы жылы ғана шықты, осы жақында ғана шықты Netflixте. Сондықтан да көруге кеңес беремін. Бұл дорамада құпия да бар, адам өлімі де бар, әрине кек те бар. Барлық зұлымдар өз жазасын алады. Өйткені бұл карма.